Барлықтарыңызға сәлем. Мен қазір шоколадный шифоновый бисквиттен нағыз сникерс рулетін үйрететін боламын. Видеоның дауысын шығарып, соңына дейін мұқият қараңыздар. Ең алдымен ыстық сүт пен какаоны араластырып аламыз. Осындай көптеген оригинал рецепттерді іздесеңіздер, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. 4 жұмыртқаның ағынан сарысын ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ауызына бір шымдан тұз салып, миксердің көмегімен қатты пена болғанша жақсылап араластырамыз. Құмшекеріміздің жартысын үстінен аз-аздан қоса отырып, тағы да араластырамыз. Міне дайын. Енді сарыуыз және қантымыздың қалған бөлігін араластырып, үстінен сары майымызды құямыз. Разрыхлителімізді саламыз және де какаомен араластырып тұрған сүтті құйып, тағы да араластырамыз. Ұнымызды да аз-аздан сала отырып араластырамыз. Міне осындай консистенция пайда болады. Енді біз жаңағы дайын болған ақуызымызды 3 бөлікке бөліп, осы массамызбен араластырамыз. Лопатканың көмегімен барынша жан-жаққа қаратпай, бір жаққа қаратып және жеңіл жұмыс жасау қажет. Яғни араластырған кезімізде осы видеодағыдай жоғарыдан төмен қарата отырып араластырамыз. Негізі бұл рецепттен 2 кіші рулет немесе 1 үлкен рулет шығаруға болады. Менде форма 30-да 30 қылып құйып алып, одан кейін 2-ге бөлетін боламын. Ал сіздер ерінбей 2 рет пісіріп алсаңыздар болады, қамырды 2-ге бөліп. Мен бәрін бір листке қойғандықтан 170 градуста 45-50 минут пісірдім. Егер сіздер 2-ге бөліп пісіретін болсаңыздар, 170 градуста 20-25 минуттан пісіріп аласыздар. Бисквитіміз піскенше кремін жасап қоямыз. Жарты банка варенка және 200 немесе 300 грамм үй қаймағын жақсылап миксерлейміз. Қатты қою болып кетпесін, өйткені қаймақ тез шіріп кетуі мүмкін. Пісіп шыққан бисквитімізді рулет сияқты оратып, сол оралған күйінде суытамыз. Мен 2-ге бөліп алып, одан кейін орап қойдым. Бірақ барынша қатты ыстық кезінде бөлмеңіздер. Кремнің жартысын бисквиттің жартысына салып, арасына жайып, рулет қылып орадым. Және де екінші бисквиттің үстіне қалған кремді жағып, біріншісінің ішіне екінші рулетті қойып, бір үлкен рулет жасап алдым. Кішкене крем алып қойып, оның үстіне жағып шығамыз. Қалып кеткендерін жақса да болады. Глазурге қыздар шоколадын және де 90 грамм майдаланған арахис қолдандым. Шоколад және май 30 грамм, сүт 1 ас қасықты қосып, пеште аз-аздан араластырып отырып, ерттім. Үстінен арахисті салып, жақсылап араластырамыз.
глазурімізді бисквиттің үстіне құйып, рулетімізді кемінде 3-4 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Сол кезде арасындағы кремі өзіне сіңіп кескен кезде өте әдемі көрінетін болады. Мен жарты сағат қана сақтап кестім. Сіздерге шын көрсету үшін соның өзінде кремі ағып кетпей өте әдемі болып тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео сіздерге ұнаған болса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.